Сәлеметсіздер ме, құрметті әртістер. Мен бүгін баяндамамның тақырыбы бастауыш сыныпта пәндерді оқытудағы жаңа технологияның білім сапасын көтерудегі тиімділігі. Қазақстан Республикасының білім туралы заңында білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу деп көрсетілген. Білім беру оқыту үрдісіндегі педагогикалық технология қойған мақсатқа тиімді жолмен қол жеткізуді қамтамасыз етуші жүйе. Яғни бұл білім мазмұны жүзеге асырудың тәсілі болғандықтан, қазіргі жаңа технологиялар білім сапасын арттырудың кепілі болып есептеледі. Жаңа технологиялардың ерекшелігі оның оқушыға жан-жақты ықпал ету, яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын меңгертіп қоймай, жеке тұлғаның танымдық қабілеттерін, танымдық процестерін есту, көру, өзіне-өзі өзектендіру, бекіту, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, белсенді сөздік қорын дамытуға, өз бетімен білім алуға, ізденуге деген ықылас мен іскерлігін оқу танымдық ынтасын жетілдіруге әрі жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға жетелейді. Бастауыш сыныпта пәндерді оқытудағы басты мақсат оқытудың жаңа технологияларын қолдана отырып, қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін-өзі дамытуға, өз ойын еркін айта білуге, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, жоғары білімді, шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру. Жаңа педагогикалық технологиялар, ынтымақтастық педагогикасы, білім берудің ізгілендіру технологиясы, түсіндіре басқарып озат оқыту технологиясы, деңгейлі саралап оқыту технологиясы, міндетті нәтижелерге негізделген саралап оқыту технологиясы, сын тұрғысынан ойлау технологиясы, модельдік оқыту технологиясы және жобалап оқыту технологиясы кіреді. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты әрі жан-жақты маман болуы мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқытудың тиімділігін арттыру үшін мектептің бастауыш сатысында кеңінен қолданылып жүрген оқытудың қазіргі технологияларының бірі сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Оқушылардың білімді жүйелі түрде меңгеруіне және оқушының қабілет деңгейін дамытуда оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының бастауыш сыныптар үшін маңызы зор. Бұл жобаның мақсаты баланың өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға дағдыландыру болып табылады. Сын тұрғысынан ойлау технологиясын немен қызықтырады? Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен, оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің стратегияларының көптігімен, оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен, сын тұрғысынан ойлау технологиясының өзге технологиялардан қандай ерекшеліктер бар? Бұл технология бойынша сабақ 3 кезеңнен тұрады. Қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс. Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлауға үйретеді. Өз тәжірибемде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін сабақта және сабақтан тыс уақытта дамытуға сын тұрғысын ойлау жобасының көптеген әдіс-тәсілдерін қолданамын. Тақырыпты мазмұнын қарай жинақтау, арнаулы бір тақырыпқа бір пікірталас тудыру, ой қозғау, инсерт әдісін пайдаланамын. Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс, эссе, шығарма, сауаттылықты ашатын хаттар, стратегиялары, әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу, мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табу, Вен диаграммасын, аялдама мен оқу стратегиясы. Қиялдау арқылы сурет салу стратегиясы, кейіпкерге мінездеме беру, өз ойын жазғызу, авторға кейіпкері хат жазу стратегиясы, шығармада екі кейіпкердің қарама-қарсы элементтерін сипаттау қарама-қайшы стратегиясы, өлең шумақтарын құрастыру. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.